Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін сіздерге тез әрі дәмді, әдемі шашырап пісетін палаудың видео рецептісін ұсынатын боламын. Және де видео ұнаса, соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, достар. Және де ең бірінші қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, соның бәрін видеоның астына описаниеге қалдыратын боламын. Осылай тауық етін жуып тазалап алып, осылай 2 окорочка қолданатын боламыз. Екеуін осылай екіге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Негізі тауық етінің сыртындағы терісін алып тастаған дұрыс. Мен өзім үнемі алып тастаймын. Осылай жуып тазалап алып аламыз. Және де сәбізімізді де сыртын тазалап алып, жуып тазалап алып, осылай тураймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай ұзынша етіп әдемілеп турап аламыз. Негізі көп сәбіз қосқандарыңыз дұрыс, палау сонысымен тәтті болады. Енді сәбізді ұнатпаймын, аз қосам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, бірақ көп сәбіз қосқандарыңыз тіпті керемет болады. Және де пиязымызды да видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп осылай турап аламыз. Енді қызып тұрған табаға осылай бір кесе майымызды құямыз. Мен шай ішетін кесемен өлшеп құйдым. Және де осылай сәл қызған майымызға осылай тауық етін осылай салып, екі бетін қызартып, жай отта пісіріп аламыз. Қатты отта пісірмеңіздер, күйіп жаман болып кетеді. Осылай қызартып пісіріп алыңыздар. Және де енді бір шетіне осылай пиязымызды да салып, жақсылап қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Міне енді сәбізімізді салып, тағы 5-6 минут жақсылап әдемілеп жай отта қуырып аламыз. Сәбізді көп пісірудің керегі жоқ. Және де енді 3 кесе мен күріш саламын. 3 кесе күрішке 3,5 кесе осылай су құямын. Және де керекті дәмдеушілерді қосамын. Көп нәрсе қосудың керегі жоқ. Палаудың өзінің дәмі әдем болады. Приправа қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Еттің тұзы жоқ болғандықтан керекті мөлшерде тұзын салдым. Өздеріңіз өлшеп саласыздар. Және де осылай мейізді де жуып тазалап салдым. Енді осы кесемен 3 кесе күріш толтырмай салып, 5 рет жақсылап жуып аласыздар. Баракат күрішін қолдандым мен негізі. Және де осылай жуып тазалап алып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап жуып тазалап аласыздар да, мұздай суға салып қоясыздар. Құс еті болғандықтан ет тез піседі, тауық еті болғандықтан, сондықтан осылай етті алып аламын. Содан кейін барып саламын күрішін. Құс еті тез піседі, езіліп кетеді. Ары қарай тағы піссе, осылай күрішті салып, күріштен сәл ғана асу керек. Суды көп құймаңыздар. Осылай өлшеп құйған дұрыс негізі. Міне сәл осылай күріш батып тұрса жеткілікті, әпесе ботқа болып кетеді. Және де осылай орташа отта осылай қайнатып аламыз. Күрішіміздің суы тартылып жатыр. Осылай кішкене сәл түртіп қоясыздар. Қасықпен араластыруға болмайды. Күріш жабысып қалатын болады бір-біріне. Және де міне енді суы тартылды, тек майлары ғана тұр. Осылай қасықтың көмегімен әр жерінен осылай видеода көріп тұрғандарыңызды жасап аласыздар. Сол кезде әдемі болып барлық күріш біркелкі болып піседі. Және де салафанмен бетін жауып күріштің осындай жай отта 20-25 минут бұқтырып аласыздар. Күріш бұқтырылып пісіп жатқан кезде осылай сүйегінен ажыратып, тауық етін әдемілеп турап алдым. Міндетті түрде осы видео рецепті бойынша жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше, өзбек палауынан кем түспейді. Дәмі әдемі болып шашырап, тез әрі дәмді, нағыз палау болып шығады. Және де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де қандай видео рецептілер шығарайын, комментарийге жаза кетіңіздер.